Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Сіздер мен біздердің білуіміз керек болған маңызды нәрселердің біреусі, сондай-ақ сіздер мен біздердің көп ескере бермейтін, жіберетін қателіктеріміздің біреусі, өзімізге келген немесе өзіміздің естіген әрбір ақпаратымызды анық қанығына жетпей сену, және ең сорақысы оны басқаларға тарату. Мысалы, сіздің телефоныңызға бір WhatsApp-тан бір хабарлама келді, немесе әлеуметтік желіде отырған кезде сіз сондай бір ақпаратты көрдіңіз. Бірақ ол жалған, бірақ ол өтірік болуы мүмкін да. Бірақ сіз оған сенесіз де, алданып қаласыз да, кәдімгідей жоқты бар қылып, өтірікті шындай қылып құрастырып, фотошоппен монтаждап, видеомен әрлеп жасаған біреудің әзілі болуы мүмкін, біреудің қастығы болуы мүмкін, біреудің ойыны болуы мүмкін, әртүрлі енді. Сол істеген адамның ниетіне қарай. Бірақ сіз сол нәрсені көрдіңіз, естідіңіз. Бірақ ол өтірік нәрсе болатын болса, және ең сорақысы, сіз оны басқаларға тарататын болсаңыз, бұл ауыр күнәлардың қатарына кіріп кетуі мүмкін. Өйткені неге? Өйткені ол өтірік нәрсе. Ал өтірік айту, немесе өтірік іс істеу, басқа адамдарды алдау, сенімімен ойнау деген нәрселер, бұл мұсылманға тән емес қасиеттер. Яғни мұсылман адам ешкімді алдамау керек, өтірік айтпау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өтірікші жәннатқа кірмейді дейді. Яғни өтірік айту Алланың құзырында ұнамсыз тірліктерден. Оған бір мысал ретінде айтатын болсам, біздің қоғамда әлі күнге дейін мына мәселе таралып жүр. Сіздер қарап отырған бұл тас жайында. Яғни бұл тас жерге тимей ауада қалықтап тұр деген сөзбен осы фотоны көрген шығарсыз. Ал егер 1-2 минутыңызды бөліп интернеттен қарасаңыз, бұл жай ғана фотошоппен жасалған жай ғана сурет екенін білесіз. Яғни сізге жеткен осы ақпаратты, кез келген ақпаратты сіз не істеуіңіз керек? Шын ба, өтірік пе деп жан-жақтан сұрастырып, немесе интернеттен қарап, көзіңізді жеткізу керексіз. Оны басқаларға таратпаңыз. Ал бұл тас жайында, бұл шын мәнінде Сауд Арабиясының Әл-Ақса деген жерінде орналасқан. Анықтап қарайтын болсаңыз, тас жерге тиіп тұр. Өкінішке орай адамдар, тез алданып қалатын адамдар болады. Немесе жаңағы осындай видеоларды жасайтын, осындай суреттерді жасайтын, осындай бір әңгімені өтірікті шындай қылып құрастыратын адамдар соншалықты адамдарға рас деп отырып, яғни рас екендігін сендіріп отырып айтады. Бірақ ол сізге айтып тұрған адам сіздің досыңыз болуы мүмкін, мүмкін әкеңіз болуы мүмкін, жақыныңыз болуы мүмкін. Бірақ ол бәрібір де адам, сондықтан ол қателесуі мүмкін. Өйткені ол кісі ол істің анық қанығына жетпей сізге жеткізуі мүмкін, және сіз оған сеніп қалуыңыз мүмкін. Неге? Өйткені ол сіздің жақыныңыз. Бірақ қанша жақыныңыз болса да, ол адам ғой, қателесуі мүмкін. Сондықтан сіз өзіңізге келген әрбір ақпаратты, өзіңіз көрген әрбір суретті, әрбір видеоны, әрбір әңгімені, әрбір сөзді сіз шын ба, өтірік пе деп жан-жақтан іздестіруіңіз керек. Өйткені сіз басқа бір адамға айтатын болсаңыз, ол өтірік болып қалатын болса, сіз өтірік айтқан адамдардың қатарына кіріп қаласыз. Яғни сізбенен бізді біреу алдайтын болса, біз ұнатпаймыз. Яғни сен неге өтірік айтасың? Неге сен алдайсың деп. Және де ең сорақысы, сіздер бұл нәрсені жақсылап түсініп алу керексіздер. Бұл суретті немесе бұл видеоны жасаған адамдар әзілдеп немесе қалжыңдап жасау мүмкін, немесе ниетіне қарай басқа нәрсені мақсат еткен болуы мүмкін. Яғни мұсылмандарды алдап, мұсылмандардың арасында сондай сеніп қалатын аңғал мұсылмандардың арасына таратып, және ол мұсылмандар не деп айтады? Білімсіздікпен. Міне бұл Алланың құдіреті дейді. Яғни аспанда қалықтап тұр. Қандай керемет. Алланың құдіретін қарашы деуі мүмкін, бірақ шын мәнінде тас жерге тиіп тұр. Сөйтеді де мұсылмандар міне осылайша Алланың құдіреті деп осылай адамдардың арасында өтірік айтады, осылай өтірікті адамдардың арасында жаяды деп Аллаға және оның дініне, исламға кіргелі мүмкін. Сондай-ақ жаңағы от шашатын құс бар дейді. Сондай-ақ жаңағы Құранды жыртқан қыз жаңағы тышқанға айланып кетіпті деген сияқты неше түрлі айта берсек көп. Бірақ оның барлығын біз анық қанығына жетпей сенбеуіміз керек, сондай-ақ басқаларға таратпауымыз керек. Алланың бар екендігіне дәлел өте көп. Алла Тағаланың бар екендігіне дәлел көп. Алла Тағала Құранда Бисмиллахир-рахманир-рахим Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Адамдарға қаратып айтады. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Құран түсті. Пайғамбарымызға Аллах Тағала айтады: олар қарамай ма түйенің
қалай жаратылғандығына дейді. Wa ila samai kayfa rufi'at. Олар аспанға қарамай ма, қалай тұрғызылған дейді. Wa ila al-jibali kayfa sutihat. Олар тауға қарамай ма, қалай тұрғызылған дейді. Қараңызшы, осы сияқты афала яңзуруна, афала ятаббаруна деген сияқты олар қарамай ма, олар ойланбай ма, олар пікір жүргізбей ма деген сияқты көп, яғни қаратпа мағынасында келген аяттар көп. Яғни сіз бен бізге Алла тағала ақыл берді. Осы ақылды істететін болсақ, ойланатын болсақ, Алла тағаланың Аллази халақас самауати уал ард, Алла тағала аспандар мен жерді жаратты дейді. Алла тағала альхамдулиллахи раббил аламин деген кезімізде барлық мақтауда мадақ әлемдердің Раббысы Аллаға тән деген кезде, яғни әлем дегеніміз Алладан басқа бүкіл нәрсе екен. Аспан, жер, жұлдыз, күн, бұлт, аспандағы бүкіл жаратылыс, жердегі бүкіл тіршілік иелері, судағы, жердегі, яғни бүкіл нәрсені Алла тағала жаратты. Енді Алла тағаланың жаратқан жаратылыстарына қарап, ой жүгіртіп, оны сондай-ақ зерттейтін болсақ, Алла тағаланың құдіретін біз сезінеміз. Аспан аллази халақас самауат дейді Алла тағала. Яғни аспанды деген жоқ, аспандарды дейді. 7 қат аспан бар. 7 аспан бар екен. Яғни бір аспанның өзінде біз білеміз күн, ай, жұлдыз, біздің көзіміз қай жерге дейін жетеді, соның барлығы бірінші аспанда. Ал осының арғы жағында екінші аспан бар, ол жақта не бар екен бір Алла біледі. Үшінші аспанда не бар? Яғни бірінші аспан мен екінші аспанның арасы 50 мың жылдық жер дейді. Қараңызшы. Сөйтіп әр аспанның арасы 50 мың жыл болса, ары қарай кете береді. Ойлаңызшы, не деген кеңістік. Бірақ біз адам баласы оған жете алмаймыз ешқашан. Соншалықты деңгейде кең. Алла тағаланың Құранын оқитын болсақ, Құранда бұрынғы ғасырларда, бұрынғы замандарда өмір сүріп кеткен неше түрлі Құдайға қарсы келген залым патшалардың өмірін келтіреді. Сондай бір оқиғалар бар. Және қияметке дейінгі болатын оқиғаларды айтып кеткен. Осылайша біз Алла тағаланың жаратқан жаратылыстарына қарап, Құдайдың бар екендігіне, ұшып жүрген масаның өзінде, жаңағы Алла тағала түйеге қарамайсыңдар ма деген кезде түйенің қалай жаратылғандығы жайында, адамның денесі, яғни адамның жаратылуы қандай, осының барлығына көз жүгіртетін болсақ, Алла тағаланың ұлықтылығына біз көзімізді жеткіземіз. Ал жаңағындай тас жерге тимей аспанда қалықтап тұр деген сияқты жалған ақпараттарға сеніп, оны басқаларға таратып, міне бұл Құдайдың құдіреті деп айтуға асықпауымыз керек. Өйткені ол жалған, өтірік болуы мүмкін. Ал шын мәнінде сіз бен біз ойлап қарайтын болсақ, жер шарының өзі, жер планетасының өзі аспанда қалықтап тұрған бір шар ғой. Жер шарының өзі аспанда ешқандай да бір тіреу жоқ, кеңістікте қалықтап тұр ғой. Ойлаңызшы. Сіз осы жайында ойлап көрдіңіз ба? Шын мәнінде сіздер білесіздер, жер күнді айланады. Бірақ соншалықты жылдамдықпен тез айланса да, сіз білен біз кәдімгідей ешқандай да бір жаңағы құлап кетпей, жер шайқалып кетпей, аман есен жер бетіне тіршілік жасап жатырмыз. Бұл Құдайдың құдіреті емес па? Айта берсек, осылайша көп. Сондықтан сіз білен біз қазіргі біздің қоғамда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, қиямет жақындаған кезде жалпы өтірік айту немесе өтірік хабарлар кең етек алады деген. Сондықтан біздің қоғамда шынымен де өтірік айтушылардың саны артқан, және сондай-ақ өтірік айтқандардың сөзіне сеніп, оны басқаларға таратушылардың өзі өте көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Кафа бил мар'i кадибан ай юхаддису бикулли ма сами'a." Әрбір естіген нәрсесін басқаларға айта беретін адамның өзі өтірікші болуға жеткілікті деген екен. Қараңызшы. Сондықтан сіз білеміз, әрбір естіген әңгімемізге, әрбір басқалардан естіген сөзімізге, немесе интернеттен көрген, немесе интернеттен оқыған жаңалықтарға анық қанығына жетпей сенбеуіміз керек. Және оны басқаларға таратпауымыз керек. Неге? Өйткені біз де өтірікші болып қалуымыз мүмкін екен, Алла сақтасын. Сондықтан біз шынайы сөйлеуіміз керек. Тек шындықты ғана айтуымыз керек. Ешкімді алдамауымыз керек. Алла тағала баршамызды өзінің сүйікті құлдарының қатарына қоссын. Намаз оқып жүріп күнә істейтіндер бар ғой, субханалла. Неге?
намаз оқиды, өтірік айтады, намаз оқиды, ұрлық істейді, намаз оқиды, боқтайды, намаз оқиды, төбелеседі, намаз оқиды, білмеймін енді. Және халық сондай кісілерді не істейді? Намаз оқыған үшін оны жақсы деп ойлайды, бірақ жаман ісін көрген кезде ой деп жаңағы жамандайды. Намаз оқыған адам ондай нәрсе істемеу керек қой. Намаз оқып жүрген адам, дін жолында жүрген адам таза болу керек қой дейді. Иә, ол кісілердің айтып жүрген ол сөздері дұрыс. Намаз оқитын адам әлбетте жаман нәрсе істемеу керек. Бірақ қараңыздар, мен мына нәрсені түсіндіре кетейінші сіздерге. Алла Тағала Құранда Анкабут сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим Иннас-салата танха анил-фахшаи вал-мункар. Расында намаз адам баласын арсыздықтан, жамандықтардан тосады дейді. Яғни кімде-кім намаз оқитын болса, ол намаз ол адамды күнәдан тосады дейді. Үлкен кіші күнәлардан барлығын тосады дейді. Былайша айтқан кезде намаз оқитын адам, оның намазы пайда беретін болса егер, ол адам күнә жасамайды дейді. Бірақ біз көріп жүрміз қазіргі кезде, тек қана қазіргі кезде ғана емес, ол қай кезде болса да, қай ғасыр болса да ондай адамдар болған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Күллу бәни әдәмі хаттаун. Бүкіл адам баласы қателесуші дейді. Бүкіл деген кезде қараңыздаршы, бүкіл, күллу. Бай болсын, кедей болсын, ол имам болсын, намаз оқитын болсын, намаз оқымайтын болсын, діни білімі бар болсын, діни білімі бар болмасын, мейлі кім болсын, муфти ма, бас имам ба, наиб имам ба, намаз оқимын. Кез келген адам кіріп кетті ғой, күллу деген кезде. Пайғамбарымыз бүкіл адам баласы деді ғой. Бүкіл адам баласы деген кезде қараңыз. Барлық адам баласы кіріп кетеді. Хаттаун, қателесуші. Күнә жасап қояды. Қателеседі. Қазақ не дейді? Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді ғой. Жаңылмайтын жақ жоқ. Ол күндердің күнінде қатты сөйлеп қою мүмкін. Ашуланып, боқтап қою мүмкін. Мүмкін. Қателеседі ғой. Өйткені шайтан бар, нәпсі бар, тағысын тағы. Адамның бүгінгі халі ертеңгі халіне ұқсамайды ғой. Яғни бүгін жақсы болып тұруы мүмкін, ертеңде иман әлсіреуі мүмкін да. Немесе оған отбасылық бір жағдай болуы мүмкін, өмірде бір қиыншылыққа тап болуы мүмкін деген сияқты. Сөйтеді ол сол кезде иман әлсіреп тұруы мүмкін. Эмоцияға беріліп кетуі мүмкін деген сияқты. Сөйтеді мысалы намаз оқып жүрген адам болса да, ол ашуға беріліп бір нәрсе істеп қоюы мүмкін. Немесе нәпсінің жетегіне кетуі мүмкін. Нәпсі бар. Өйткені нәпсі деген нәрсе ең үлкен дұшпан ғой біздің. Бізде айтады ғой, ашу дұшпан, ақыл дос дейміз. Ашу дұшпан екенін білеміз, бірақ ашуға беріліп қоямыз деген сияқты. Туысың болса да, әкең болса да, әйелің болса да, балаң болса да, бауырың болса да, досың болса да, онымен ұрысып қалу мүмкінсің. Ұрысып, ерегесіп қалу мүмкінсің. Қол көтеріп қою мүмкінсің деген сияқты. Сондықтан біз намаз оқи ма, оқымай ма, дін жолында жүр ма, жүрмеді ма, үйтіп қарамау керекпіз. Намаз оқып тұрып күнә жасайсың ба деп айтпауымыз керекпіз. Намаз оқыса да ол адам баласы екенді. Өйткені ода нәпсі бар. Өйткені ода кәдімгідей иман әлсірейді. Бірақ иннас-салата танха анил-фахшаи вал-мункар. Аллах Тағала өтірік айтпайды. Аллах Тағала Құранда не дейді? Намаз адам баласын арсыздықтан, жамандықтан тосады дейді. Біз сондықтан көптеген бауырларымызға істеген күнәм көп, не істесем болады, жаман жолға түсіп кеттім, жамандықтан қайтып арылсам болады деген кезде намаз оқы деп айтамыз. Мешітке кел, намаз баста. Өміріңді жақсы жаққа бұр деп айтамыз. Өйткені намаз адамды арсыздықтан, жамандықтардан тосады. Бірақ кейбір адамдар намаз оқып жүріп өтірік айта беретін болса, намаз оқып жүріп күнә істей беретін болса, жамандық әрекеттерге бара беретін болса, бұл аяттан біз нені түсінеміз? Демек, Алла Тағаланың иннас-салата деген кезде, расында намаз деген кезде, ол қандай намаз деген сұрақ туындайды екен де бізде. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху, пайғамбарымыздың сахабасы, пайғамбарымыздың тәрбиесін көрген білімді сахаба не дейді? Бұл аяттың тәпсірінде, түсіндірмесінде, кімде-кімнің намазы, кімде-кім, яғни намаз оқып жүріп күнәдан тыйылмаса, кімде-кім намаз оқып жүріп жаман нәрсе көретін болса, жаман нәрсе істейтін болса, жаман нәрсе айтатын болса, мінезі көркем болмаса, былайша айтқан кезде мұсылманға тән сипаттары табылмаса бойынан намаз оқып тұрып, онда оның намазы қабыл емес дейді, Алла сақтасын. Бекер да ол. Физиратика да, яғни құр әрекет.
құр рукуға бардың, құр сәждеге бардың, болды, күнде 5 уақыт болды. Құр дәрет алдың деген сияқты. Бірақ ол намаздың қабыл ма, қабыл емес па, оны бір ғана Құдай біледі екен. Алла сақтасын. Бұл мен үшін де, сіз үшін де, баршамыз үшін де не нәрсе? Қорқатын нәрсе. Өйткені біз намаз оқып жаман нәрсені істеп жүрсек, намазың пайда беріп жатқан жоқ сенің. Намазың вообще қабыл емес болуы мүмкін. Ертең қияметте Аллахтың алдына барған кезде, я Аллахым, сен үшін намаз оқыдым деген кезде, мынау ма сенің намазың? Біз дұға жасаған кезде, уәлә падриб биха вужухана дейміз ғой. Уәлә падриб биха вужухана. Я Аллахым, бұл намазды жүзімізге ұрмашы деп дұға жасаймыз. Кейбір адамдардың бетіне қарай лақтырады екен де намазын. Мынау сенің намазың ба деп, Алла сақтасын. Өйткені ол қабыл емес те. Сондықтан намаз оқитын адамдар өзінің бойындағы жаман қасиеттерін барынша түзеу керек екен. Біз күнәні тастауымыз керек екен. Өйткені намаз, егерде ол дұрыс намаз болатын болса, ол қабыл болған намаз болатын болса, ол ықыласпен оқылған намаз болатын болса, біз намазымызда жылап, Аллаға шынайы жалбарынып, намаз оқыған кезде айналамыздағы нәрсенің бәрін ұмытып кетіп, Әлхамдулиллахи Раббил Аламин, барлық мақтау Аллаға тән, Ар-Рахмани Рахим, аса қамқор, ерекше мейірімді, Малики Яумиддин, ей қияметтің патшасы, Ияка нa'буду ва ияка настаин, саған ғана жалбарынып, сенен ғана жәрдем сұраймын деп, соны сезініп, шынайы ықыласпен оқылған намаз болатын болса, және ол намаз оққаннан кейін сен жаман нәрсе айтпасаң, жаман нәрсе істемесең, иншалла деп үміт етеміз, ол адамның намазы қабыл. Бірақ намаз оқи салысымен екі жаққа ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла деп сәлем бергеннен кейін өтірік сөзін айтып жүре беретін болса, ананы ғайбаттап, мынаны жамандап жүре беретін болса, ол намазы пайда беріп жатқан жоқ дейді. Субханалла. Сондықтан Аллах Тағала баршамызға шынайы ықыласпен намаз оқуды нәсіп етсін. Қабыл болған намаздардан етсін. Біз осы орайда бір нәрсе айтатыным, адам болған соң бәріміз қателесеміз. Бірақ қателесу және күнә жасау деген кезде күнәнің де түрлері бар ғой, енді үлкен күнә, кіші күнә деген сияқты. Және де мысалы мұсылман бауырымыз қателесіп қалса, оның істеген күнәсі үшін оның күнәсін айыптайтын біз емес. Яғни әркім өз күнәсін өзі көтереді. Сіз істеген күнәңіз үшін өзіңіз көтересіз. Мен істеген күнәм үшін өзім көтеремін. Яғни істеген күнәсі үшін айыптап, оны жамандап, елдің бәріне жайып, интернетке шығарып, Алла сақтасын, бұның барлығы мұсылманның істейтін амал емес, Алла сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны үйреткен жоқ. Уайлул ликулли хумазатил лумаза. Әрбір өсекшіге дозақ болсын дейді. Әрбір өсек таситын адамдарға бір-бірін араздастыру мақсатында, адам мен адамның арасын шағыстыру мақсатында жайылған өсектің барлығы, сөздің барлығы, Алла сақтасын, ондай адамдар дозаққа түседі дейді. Пайғамбарымыз хадисінде өсекші жәннатқа кірмейді дейді. Алла Тағала Құрандағы ғайбат мәселесінде сендер өздерінің бауырларың етін өлідей жегенді жақсы көресіңдер ме дейді. Алла сақтасын. Ғайбат, өсек жалап, бұның барлығы мұсылманға тән қасиет емес. Енді не істейміз? Бауырымыз күнә жасап қойса, бауырымыз сондай шектен шығып, сондай жаман жолда жүрсе, біз не істейміз? Ақиқатпен бір-бірімізді үгіттесіп, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаруымыз керек. Сіз қателесіп қалсаңыз, сізге бір бауырыңыз, бір ағаңыз кеп, дұрыстап, айналайын бауырым, осылай да осылай деп дұрыстап түсіндірсе, сіз оны жақсы көресіз. Бірақ сізге кеп ұрсып айтса, сізге тиісіп айтса, бетіңізге басып айтса, сіз оны жақсы көремейсіз ғой. Тура сол сияқты сізде басқа адамдарға не істеуіңіз керек? Көркем мінезбен, жақсы қарым-қатынаспен, оның кемшілігімен жұмыс жасау керексіз. Оған үлгі, баршамызға үлгі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын оқып, ол кісі қандай болған, дінді жеткізген кезде, адамдарға уағыз айтқан кезде қалай жеткізді, осының барлығын біз оқуымыз керек, білуіміз керек екен. Және соған сай амал жасауымыз керек. Аллаға мақтау болсын, пайғамбарымызға Алланың игілігі сәлем болсын. Алла Тағала бізді жоқтан бар етіп жаратты. Сізбенен бізді Алла Тағала жоқтан бар етіп жаратты. Алла Тағаланың жаратқан жаратылыстарының саны шексіз, өте көптеген нәрсені жаратты, бірақ Алла Тағалаға ол ешқандай да қиындық туғызбады. Алла Тағала ешқашан, ешқандай да мұқтаж емес, ешқандай нәрсеге мұқтаж емес, бізді жарату үшін. Алла Тағаланың күш құдіреті бүкіл нәрсеге толық жетеді. Алла Тағала аспандарды жаратты, Алла Тағала жерлерді жаратты, Алла Тағала тіршілік иелерін жаратты. Алла Тағала Құранда «Әлләзи халақас самауати вал ард», аспандар мен жерді жаратты дейді.
Аспанда деген жоқ, аспандарда дейді. Яғни 7 аспан бар екен ғой. Біздің мына көріп тұрған ай, жұлдыз, күн, бұның барлығы бірінші аспанда екен. Біз соған жете алмай жатырмыз. Ары қарай тағы қанша аспан бар, қараңызшы. Және Алла тағаланың жаратқан жаратылыстарының ішінде, тіршіліктерінің ішінде көзге көрінетін екі бар, көзге көрінбейтін екі әлем бар. Көзге көрінетін екі әлем бар, көзге көрінбейтін екі әлем бар. Көзге көрінетін адамзат әлемі бар, және жан жануарлар әлемі бар. Және періштелер әлемі бар, көрінбейтін, жындар әлемі бар, көрінбейтін. Ал адамзат әлемі бұл періштелер әлемі мен хайуанаттар әлемінің ортасындағы бір әлем дейді да. Бір айтқан кезде жан жануарлар, хайуанаттар әлемі олар ішіп жейді, ұйықтайды, көбейеді, бала шаға сүйеді дегендей. Болды, яғни тәннің, нәпсінің қақсынған өтейді, болды. Одан басқа мақсат жоқ оларда. Ертең жұмыс істеймін, айлық табамын демейді ғой. Отбасын асырау керек деген сияқты олар жұмыс істемейді. Ол тек қана тамақ жейді, болды, ұйықтайды, болды. Ал періштелер ше? Періштелер оларда еркек әйел деп бөлінбейді. Олар ұйықтамайды, олар шаршамайды, олар қалғымайды. Олар тек қана Аллах Тағаланың бұйрықтарын орындайды екен. Оларды Аллах Тағала нұрдан жаратты. Ал адамзат баласында жаңағы малдың қасиеті бар, және періштенің де қасиеті бар дейді, адам бойында. Малдың қасиеті, яғни ішіп жеу, тура сол сияқты адамда ішіп жейді. Мал ішіп жеген сияқты бізде ішіп жейміз. Мал ұйықтаған сияқты бізде ұйықтаймыз. Малдар жаңағы көбейген сияқты бізде бала шаға сүйеміз, үйленеміз деген сияқты. Бұның барлығы шахваттың, нәпсінің қалауы. Бізде тура осы жағынан біз малдарға, хайуанаттарға ұқсаймыз. Ал періштеге ұқсайтын жеріміз дейді. Періште Алла Тағаланың айтқанын істейді. Аллаға бойсынады, Аллаға құлшылық етеді. Біз де адамзат Құдайды іздейміз, Құдайды табамыз, Аллаға құлшылық жасаймыз, Аллаға бойсынамыз. Бірақ осы екі нәрсені біз тежей алуымыз керек. Біз хайуандық, малдық, шахуаттық сипатқа қатты берілетін болсақ, қатты кіріп кететін болсақ, онда малға ұқсаймыз. Тек қана ішіп жейтін болсақ, тек қана бала шаға сүйіп, тек қана ұйықтап, шахуаттың, тәннің ғана қақсын беретін болсақ, бірақ періштелік қасиетті ұмытатын болсақ, яғни Құдайға құлшылық жасамайтын болсақ, Құдайды іздемейтін болсақ, Алланың айтқанын істемейтін болсақ, тек қана малдық сипатпен ғана қалатын болсақ, онда сен малмен тең болмайсың дейді. Олар мал сияқты, бәлкім малдан да төмен дейді. Неге малдан төмен болады? Неге сиырдан, сол есектен, сол шошқадан төмен болып кетеміз? Неге? Өйткені мал, бір сиырға барып, қалайсың сиыр дейтін болсаң, ол жауап бермейді ғой. Жақсы, өзің қалай демейді ол ешқашан. Немесе оған малға қанша жақсылық жасасаң да ол сенің жақсылығын түсінбейді. Малда өйткені ақыл жоқ. Біз кейбір адамдарға жақсылық жасаған кезде, сол жақсылықты түсінбеген кезде, мал екенсің ғой, ит екенсің ғой деп айтамыз. Неге? Біз қазақта осындай сөз бар негізі. Адам бір жексұрындық жасаған кезде, бір істеген жақсылығыңды түсінбеген кезде, немесе сатып кеткен кезде, опасыздық жасаған кезде, біз қазақ мал екенсің ғой дейді. Мал екенсің ғой деп айтамыз. Бұл сөздің жаны бар. Өйткені мал ешқашан сенің істеген жақсылығыңды түсінбейді ғой ол. Ақыл жоқ қой ол. Істеген жақсылығың үшін рахмет деп айтпайды ғой, дұрыс па? Бірақ сол кейбір адамдар сол жақсылықты қайтармаған үшін біз мал екенсің ғой деп айтамыз да негізі. Бірақ Аллах Тағала Құранда олар мал сияқты, бәлкім малдан да төмен дейді. Неге малдан төмен? Өйткені олда ақыл жоқ, сенде ақыл бар ғой. Ақылы жоқ. Мал ол түсінік нәрсе. Оның жаратылысы мал. Ол мал. Бірақ сен мал емессің ғой, сен адамсың ғой. Сенде ақыл бар ғой, сенде ми бар ғой. Яғни миың бар бола тұра, ақылың бар бола тұра, ақылыңды істетіп, шахуатыңды жеңіп, нәпсіңді жеңіп, сен жұмыс істеп жүріп, сен бала шағаңды асырап жүріп, әйелмен үйленіп, ұйықтап жүріп, яғни осының барлығын жеңіп, қатар алып жүріп, ақылыңды істетіп, Құдайға құлшылық жасасаң,
онда сен періштеден де ұлы болады екенсің, періштеден де асып түсу мүмкін екенсің. Неге? Өйткені періштеден асып кетуіміздің себебі періштеде нәпсі жоқ. Періште ол әлбетте ол ұйықтамайды, ол үйленбейді, ол шаршамайды, ол еркек әйелді бөлінбейді. Нәпсі болмағаннан кейін ол әлбетте Аллах тағаланың айтқанын істейді екен да. Бірақ біз нәпсі бола тұра біз шаршаймыз да. Біз бала шаға асырауымыз керек, ақша табу керек, жұмыс істеуіміз керек. Шаршайсың, күш қуатың кетеді кәдімгідей. Еңбек ету керек, қолға күрек ұстау керек деген сияқты. Осы сияқты қиыншылықтарды нәпсінің ауыртпалығын жеңіп жүріп, ақылды істетіп, Құдайға құлшылық жасайтын болсақ, онда біз періштеден де асып түседі екенбіз, субханалла. Бірақ бұл нәрсе адамзат баласында оңай емес. Адамзат баласына оңай емес, өйткені нәпсіні жеңу бұл ең үлкен соғыс, үлкен сынақ. Өйткені сізбенен біз жақсы білеміз, ұйқыны жеңу. Ұйқыны жақсы көретін адамдар көп. Бәріміз жақсы көретін шығармыз. Ұйқыны жеңу деген нәрсе бар. Ерте тұру деген нәрсе бар. Тамақты орнымен жеу деген нәрсе бар. Яғни айта берсек, нәпсіміздің жақсы көретін нәрсесін тәрк ету, тастау, сөйтіп өз-өзіңді жеңу деген нәрсе ең үлкен нәрсе. Бұны сіз де, мен де барлығымыз келісеміз осы нәрсеге. Енді мына нәрсені айтайыншы. Алла тағала адамзат баласы, адам атаны топырақтан жаратты. Жер бетіндегі бүкіл адамзат сол адам атадан тараған. Бәріміз адам атаның ұрпағымыз. Енді адам екіге бөлінеді ғой, Құдайға бойсыну жағынан, Құдайға бойсынбау жағынан, Яғни оны Аллах тағала Құранда сипаттайды, Құдайдан теріс айналған, нәпсінің жетегінде ғана кеткен, тек қана ішіп жеу, қыдыру, ойнау, күлу сияқты, Алла сақтасын, тәннің қажеттілігін өтеумен ғана шұғылданып кеткен адамдарды, олар мал сияқты, бәлкім малдан да төмен дейді. Олар өйткені неге ақылы бар бола тұра, ақылын істетпей, нәпсінің жетегінде кеткен адамдарды, дүниенің құлы болып кеткендерді, Алланың айтқанын істемей, дүниенің соңына кетіп, нәпсінің жетегінде кеткен адамдарды малдан да төмен деп сипаттады. Өйткені ода ақыл бар еді, ақылын істете алмады. Малға айып жоқ, бірақ адамға айып бар екен да. Алла тағала бізді жоқтан бар етіп жаратты. Жер бетіндегі бүкіл адамзат адам атаның ұрпағы. Енді жер бетінде адамдар тіршілік етіп жүрген кезде оған Алла тағала бір пайғамбар деген елшілерді жіберді, пайғамбарды жіберді. Енді ол пайғамбар адам ба, адам емес па? Періште ме, адам ба дейтін болсақ, адам екен да. Қасиетті кітап Құранда 25 пайғамбарда Алла тағала бізге өмір баяндарын, оқиғаларын, қиссаларын бізге үлгі ретінде келтіреді. 25 пайғамбардың есімі аталады. Мысалы, адам ата Ибрахим пайғамбар, Нұх пайғамбар, Мұса пайғамбар, Яқуб пайғамбар, Жүсіп пайғамбар, Иса пайғамбар деген сияқты, 25 пайғамбардың оқиғаларын, өмір баянын бізге келтірді Құранда. Бірақ негізінде жер бетінде келген пайғамбарлардың саны өте көп болған. Өте көп болған. Бірақ 25 ғана пайғамбардың өмір баянын, қиссаларын, оқиғаларын бізге Құранда келтірді. Енді сол пайғамбарлар адам ба? Кәдімгі біз сияқты адам ба? Иә, адам екен. Неге пайғамбар періште емес? Мысалы, Алла тағала періштелерді адамдарға жіберіп, адамдар, Аллаға сеніңдер, біз періштеміз, намаз оқыңдар, ораза ұстаңдар, бізді Алла тағала жіберді деп, неге Алла тағала періштелерді адамдарға жібермеді дейтін болсақ, жоғарыда айтып кеттік қой, періште ол үйленбейді, періште шаршамайды, періште еркек әйелді бөлінбейді, періште ұйықтамайды. Ондай нәрсе жоқ қой періштеде. Ол тек қана Аллах тағаланың бұйырған бұйрықтарын орындайды екен да. Егерде адамзат баласына бір періште келіп, сөйтіп айтатын болса, адамдар айтады екен ғой. Сізбенен біз айтады екенбіз. Өйткені біз адамбыз ғой, шаршаймыз, ұйықтаймыз, жұмыс істеу керекпіз, бала шағаны асырау керекпіз, Бізде сондай тән қасиеттер бар. Сөйтіп періштеге не деп айтамыз? Намаз оқуға уақытым жоқ деп айтамыз. Шаршадым деп айтамыз. Шамам келмейді деп айтамыз. Өйткені періштелер шаршамайды, біз шаршаймыз. Періштелер үйленбейді, біз үйленеміз.
Періштелерде жаңағы еркек әйел болмайды, бізде еркек әйел бар. Түсіндік қой? Яғни біз сөйтіп сылтау айтады екенбіз. Алла тағала бәрін білуші. Алла тағала бәрін білуші. Сөйтіп пайғамбарларды сізбеден біз сияқты кәдімгі етпен сүйектен жаратылған адамдардың арасынан пайғамбарларды таңдайды екенді. Адам атаны топырақтан жаратты. Нұх пайғамбар адам баласы, о да адам кәдімгі. Ибрахим алейхиссалам, о да адам баласы. Исмаил алейхиссалам, о да адам баласы. Жүсіп пайғамбар, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, барлығы кәдімгі ет пен сүйектен жаратылған адам баласы. Олар да шаршайды, олар да тамақ ішеді, олар да ұйықтайды, олар да жұмыс істейді, олар да бала шаға сүйеді. Кәдімгі адам. Біз де адамбыз, олар да адам. Бірақ енді пайғамбарлардың дәрежесі, пайғамбарлардың Алла тағаланың құзырындағы, Алладың алдындағы құрметі өте жоғары. Сіз білен біз сияқты емес. Алла тағала сол пайғамбарларды адамдардың ішіндегі ең жақсыларын, ең ардақтыларын таңдап, періште арқылы сен пайғамбарсың, адамдарға дінді жеткіз деп пайғамбарлық миссияны, яғни жүктейді. Қозғалатын тақырып бұл жын тақырыбы. Жын тақырыбын айтқан кезде, немесе жын тақырыбы қозғалған кезде көптеген адамдар қорқады, яғни сескенеді. Неге дейтін болсақ, өйткені бірнеше себебі бар. Біріншіден, ол адамның діни сауаты жоқ болуы мүмкін, немесе иманы әлсіз болуы мүмкін. Сол себепті ол Алладан қорықпағаннан кейін, Аллаға деген сенімі мықты болмағаннан кейін, тек қана Құдайдан қорқу керекпіз ғой. Бірақ ол адамның Құдайға деген сенімі әлсіз болғаннан кейін, иманы әлсіз болғаннан кейін, діни сауаты жоқ болғаннан кейін, әлбетте ол қорықпайтын нәрседен қорқып жүрді. Неге қорықпайтын нәрсе? Өйткені жын қорқатын нәрсе емес ол. Құдайдан ғана қорқуымыз керек еді. Бірақ діни сауаты жоқ болғаннан кейін, әлбетте сол жаңағы неше түрлі суық хабарларды, әртүрлі адамдардың айтқан әңгімелерін естіп алып, бойына қорқыныш үйірілген. Яғни жын тиіпті дейді, жын ұр кетіпті дейді, жын азғырыпты дейді, жын. Яғни жын туралы осы сияқты неше түрлі суық хабарды естіп алғаннан кейін, жын туралы тақырып қозғалған кезде кейбір адамдардың бойын қорқыныш, үрей пайда болады сондай. Бірақ сіздер біріншіден біліп алыңыздар, жын деген нәрсе ол қорқатын нәрсе емес. Әлбетте жын тиетін адамдар бар. Жын кейбір адамдарға зиян тигізе алады, және жын кейбір адамдарға зиян тигізе алмайды. Біріншіден, жынның зиян тигізетін себептерін, және де жынның сол азғыратын жолдарынан сыйыну, қорғану керектігі, қалай қорғану керектігі жайында айтамыз. Бірақ ол нәрсеге кірмей тұрып, біз бірінші жынның не екенін біліп алайықшы. Жын деген не өзі? Алла тағала Құранда бисмиллахир-рахманир-рахим ума халақтул джинна уал инса илля ли'абудун. Мен жындар мен адамзатты тек қана өзіме құлшылық етулері үшін ғана жараттым дейді. Адамзат әлемі бар. Сіз білеміз, адамбыз. Және сондай-ақ жын деген әлем бар екен ғой. Енді не үшін жаратты өзі? Адамды өзі не үшін жаратты Аллах тағала? Жынды не үшін жаратты осы? Деген сұрақ туындайтын болса, Аллах тағала айтып тұр Құранда, мен жындар мен адамзатты өзіме құлшылық етулері үшін ғана жараттым дейді. Жаратылудағы мақсатымыз Құдайға құлшылық етуіміз үшін. Оның тәпсірінде мені танулары үшін дейді. Біз Абай Құнанбаев атамыз айтқан сияқты, әрбір ақылдыға иман парыз дейді. Әрбір имандыға ғибадат парыз дейді. Абай атамыз айтады, яғни сен ақылды болсаң, ақылың бар болса, басың бар болса, ойланып, ой жүгірте алатын болсаң, айналаңа қарайсың, ой жүгіртесің, іздейсің, мен не үшін келдім, мен кіммін, және қайда барам деген сияқты сұрақтарға жауап іздейсің, сөйтесің де, бұл нәрселер, бұл аспан, жер, мына бүкіл әлем осы өзінен өзі пайда бола бермейді. Демек, бұл нәрсені жаратқан бір жаратушы бар. Құдай деген нәрсе бар, Тәңір деген нәрсе бар деп, сен әрбір ақылдыға иман парыз дейді. Яғни сен ақылыңды істесең, Құдайдың бар екеніне сенесің дейді. Ал сен Құдайдың бар екеніне сенгеннен кейін жүре бермейсің ғой, құр таңды атқызып, құр кешті батқызып жүре бермейсің дейді. Не дейді? Әрбір имандыға ғибадат парыз дейді. Сол Құдайын тапқаннан кейін, сол Құдайға сыйыну керектігін, сол Құдайға құлшылық ету керектігін ол біледі дейді. Яғни жаратылудағы мақсатымыз Құдайға
құлшылық ету, Құдайды тану. Ал жындардың жаратылу себептері де тура сондай екен. Ал енді біз білеміз, адамдар Құдайға сену мәселесінде немесе Құдайға құлшылық ету мәселесінде екі түрлі болады. Құдайға бойсынушы және Құдайға бойсынбаушы. Яғни Құдайға сенуші, сенбеуші. Бір кезде мұсылман және мұсылман емес деп бөлінеді ғой. Тура сол сияқты жындар да мұсылман және мұсылман емес деп бөлінеді екен. Өйткені оларда адамзат сияқты бір тіршілік иесі ғой. Оларда еркек әйел бар, оларда бала шаға сүйеді, оларда көбейеді және оларда, бірақ олардың айырмашылығы ұзақ өмір сүретіндері бар, барлығы емес. Ұзақ, 1000 жылдап сондай ұзақ өмір сүретіндер бар. Енді сол жаңағы мұсылман емес жындар, енді сол жаңағы жындардың адамдарға зиян тигізетін себептерін және жолдарын және одан қорғану жолдарын айтайық. Жаңағы мұсылман емес жындар әлбетте сол жаңағы адамдарға зиян тигізеді. Азғырады, жаман жолға итермелейді. Өйткені ол мұсылман емес, жаман жолда жүр. Мысалы, діннен алыс жүрген, Құдайға сенбейтін, немесе өзін мұсылманмын деп есептеуі мүмкін кейбір адамдар. Бірақ ол Алладың айтқанын істемейді. Намаз оқымайды, ораза ұстамайды, мешітке бармайды. Маған кезінде бір кісі, осы мешітте не істейсіңдер дейді ғой. Мен таңғалдым да, қалай не істейсің? Мешітте не істеген істедім? Намаз оқиды. Құдайға ол сәжде жасайтын орын. Уағыз айтылады, Құран оқылады, білім алынады. Бір кезде тек қана құлшылық жасалынатын жер дедім. Сондай бір жер бетіндегі ең таза жер ол қай жер дейтін болсақ, ол мешіт деп айтамыз. Сонда ана кісі таңғалып, мен өмірімде сол мешітке барып көрмеппін дейді. Ол өзін мұсылманмын деп есептейтін адам әйтпесе. Яғни мешітке өмірінде барып көрмеген ғой. Сондай адамдар бар. Яғни Алланың үйінен, мешітінен Алла еске алынатын, сондай бір ғибадат жасалынатын, Құран оқылатын, сондай бір жер бетіндегі қасиетті жерлер ол мешіт дейтін болсақ, сол мешітке бармайтын адамдар бар ғой. Мешітке барып көрмейтін адамдар бар. Сондай бір Алланың жолында жүрген, дін жолында жүрген адамдармен бас қосып, Алланы еске алынатын сондай бір берекелі отырыстардың қасында жүрмейтін адамдар бар. Яғни ол тек қана баратын жері клуб. Сондай бір арақ ішетін жер, күнә жасайтын жер, Алла сақтасын. Тек қана жаман жолда жүретін адамдар. Осындай адамдарға жынның кіруі, немесе жынның тиюі, немесе жынның азғыруы оп-оңай. Және де Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның біздерге үйретіп кеткен дұғалары бар. Мысалы, мұсылманның әрбір ісінде жасалынатын дұғалар бар. Әрбір ісінде. Мысалы, бисмиллахсыз іс бастамаймыз біз. Бисмилля деп бастаймыз. Тамақ ішкен кезде, киім киген кезде, кез келген істі бастаған кезде бисмилля деп. Таңертеңгі кешкі дұғалар бар. Құран сүрелері бар. Аяттар бар. Арнайы дұғалар бар. Таңертең кешкі, кеш батқан кездегі, таң атқан кездегі. Және де әжетханаға кірген кезде, шыққан кезде, жуынатын жерге, душқа кірген кезде, шыққан кездегі арнайы дұғалар бар. Тамақ ішер алдындағы дұға бар. Базарға кіріп барған кезде жасалынатын дұғалар бар. Өйткені жындардың мекен ететін, жындардың жүретін жерлері, жындардың үйлері ол әжетхана сияқты жаңағы жуынатын жер, базар, қоқсық, таза емес лас жерлердің барлығы жындардың мекен ететін жерлер. Ол сияқты жерлерде жындар көп болады. Ал сіз сол жерге барған кезде дұға жасауыңыз керек. Әжетханаға кірген кезде Аллахумма инни аъуду бика минал хубси вал хабаис. Я Аллахым, сенен пана сұраймын, сенен пана тілеймін. Минал хубси вал хабаис. Үлкен және еркек және әйел, үлкен кіші жын шайтанның азғыруынан пана тілейін деп жасауың керекпіз. Осыны жасаймыз біз әжетханаға кірген кезде. Көпшілігі жасамайды. Және әжетханада сол жаман лас жерде көп отыруға болмайды. Біз сол әжетханаға кіріп алып телефон шұқылап отырамыз. Алла сақтасын. Жаңағы батыс дейді ғой, жаңағы шетелден көріп алады да, әжетханаға кіріп алып газет оқып, ұзағынан отыратындар. Ол тез қажетіңді өтеде, дәретке отыр, жуынып тазала тез шығып кет. Ол жерде көп отыруға болмайды екен. Өйткені ол жерде жын шайтандар мекен етеді. Қоқсық, мусорлар жерде, иен дала, жазық дала, сондай бір қой, ешкі, сиыр, малдың тезектері бар ғой. Оның барлығы жаңағы сүйек болсын, жынның тамақтары болып есептелінеді. Бізде қазақта күлді баспа
тезекті теппе деген сияқты сөздер бар, тыйымдар бар. Оның барлығы сол бекерден бекер емес. Суды төкпе, суық суды немесе ыстық суды төге салма кез келген жерге деген сияқты тыйымдар бар. Бұның барлығы жаңағы жынның ашуын туғызып, қасарысып жын сол адамға қайтадан тиісуі мүмкін екен. Жын кіріп кетуі мүмкін екен. Жын тиісуі мүмкін екен. Осы әрдайымғы мұсылманның істеуі керек болған, әрдайымға жасау керек болған дұғаларын, зікірлерін айтып жүрміз керек. Алладан әрдайым пана сұрап жүрміз керек. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде кімде-кім таңертең аятул күрсиді оқитын болатын болса, кешкеден бүкіл жамандықтан қорғалады. Кімде-кім кеште оқитын болса, таң атқанша бүкіл жамандықтан қорғалады дейді. Аятул күрси оқимыз ба біз? Әжіғана кірген кездегі, базарға кірген кездегі дұға, киім шешкен кезде, киген кездегі, тіпті ерлі зайыптылар қосылған кездегі жасалатын дұғалар бар. Шайтан кез келген жерде не істейді? Азғырады. Яғни біз біз күнделікті өмір сүріп жүрген кезде біз ойлауымыз мүмкін, бізді ешкім тиіспейді, ешкім бізді азғырмайды. Жоқ, шайтан бізді ешқашан бір сәтке болсын тастап қоймайды. Үздіксіз азғырады. Сондықтан сіз бенен біз шайтан деген нәрсені, жын деген нәрсені есімізден ешқашан шығармауымыз керек. Әрдайым Алладан пана тілеп, шайтандардың, жындардың азғыруынан пана тілеп жүруіміз керек екен. Ал енді жын тиген адамның белгілері болады. Біз мешітте жүрген кезімізде халықтың көпшілігі мешітке келеді. Құрметті имам мырза, молдеке, осындай жағдай болды, бұл қалай болды, соны түсінбедік, жын кіріп кеткен сияқты деп қойды. Өзі білмейді, соны түсінбейді ғой. Соны не істейді? Сұрайды. Мысалы, жап-жақсы адам, кәдімгідей дені сау адам, жап-жақсы жүріп тұрады, тамақ ішеді, бұртқан кезде ешқандай бір адам түсінбейтін қылықтар істемейді. Бірақ қашан ол өздігінен жаңағы бір кекіре бастауы мүмкін, белгілері бар. Сондай шектен тыс кекіріп, бір жағымсыз тірлікті істей бастайды, адам түсінбейтін бір. Және де өзімен сөйлесу, өз-өзімен сөйлесіп, қасында ешкім жоқ, бірақ өз-өзімен сұрақ қойып, жауап беріп, сұрақ қойып, жауап беріп деген сияқты осындай жын тиген болу мүмкін. Яғни міндетті түрде солай деп айтылмайды, бәлкім солай болуы мүмкін. Өйткені бірінші тексеру керекпіз онымен. Сонымен жұмыс жасау керекпіз. Өздігінен не істейді? Сөйлейді, сұрақ қойып жауап береді деген сияқты. Орынсыз күлу енді, кәдімгідей күле береді. Құран оқылған кезде, уағыз айтыла бастаған кезде есіне бастайды, күле бастайды деген сияқты нәрселер. Ал ақылға сансаң, жаңағы есі дұрыс адам олай істемейді ғой, бірақ оның себебі неде дейтін болсақ, ол адамда жын бар болуы мүмкін. Түсінесіздер ме? Және де бас ауыру деген сияқты, әлсіреу, дененің үйіп қалуы деген сияқты нәрселер, осының барлығы не істейді? Жынның әсері болуы мүмкін. Сондықтан біз енді жыннан қалай қорғанамыз, жыннан қалай сақтанамыз дейтін болсақ, ең дұрыс шешімі барынша Алланың парыз еткен амалдарын орындауымыз керек. Жиі не істеуіміз керек? Дәрет алып жүруіміз керек, таза жүруіміз керек. Жуынбай, жаңағы лас болып жүруге болмайды. Киіміңізді таза ұстаңыз, өзіңізді таза ұстаңыз, жеген тамақтарыңыз таза болу керек, үйіңіз таза болу керек. Неге үйіңіз таза болу керек дейміз? Өйткені көпшілік үйіміздің өзіне тазалыққа мән бермейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам суреті бар үйге періште кірмейді дейді, ал періште жүрмейтін жерде жын жүрмейді. Яғни жын мен періште екеуі бір жерде жүре алмайды ешқашан. Жын бар жерде періште жүрмейді. Періште бар жерде жын жүрмейді. Ал сурет бар болса, мүсін сурет болса біздің үйімізде, ол нәрселерді барынша алып тастауға тырысуымыз керек. Адамның көзі бар, хайуанаттардың сондай көзі бар, сондай үйге суреттерді жапсырып салып, енді ол дұрыс емес. Өйткені неге? Жын солардың бейнесін кіру мүмкін. Түнде бастырылып қалу деген нәрсе бар да. Түнде жаман түс көру деген нәрсе бар. Оның барлығы жынның әсері. Көз тию деген нәрсе бар. Барлығы жын, сиқыр. Бұның барлығы жынның азғыру. Енді бұл жерде бір нәрсені түсіндіре кетейін. Жын деген не, және шайтан деген не? Шайтан деген нәрсені түсініп алайықшы. Жын деген ол адамзат сияқты бір тіршілік иесі, сондай бір әлем екенін білдік. Ал шайтан деген ол белгілі бір тіршілік иесі емес. Шайтан деген бір зат емес, бір нәрсе емес ол. Ол шайтан деген сөздің мағынасы ол азғырушы деген сөз. Жын да азғыра алады, және адам да азғыра алады. Аллах Тағала Құранда білесіздер, Құранның 114 сүресі, ең соңғы сүресі Нас сүресі. Аъуду биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қул аъуду би раббин нас. Аса ғафур, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Аллах Тағала Құранда пайғамбарымызға айтады:
Құл, айт. Ей Мұхаммед, айт. Аъуду би раббин нас. Адамдардың Раббысынан пана тілеймін деп айт дейді. Мәликин нас, адамдардың патшасынан пана тілеймін деп айт. Илахи нас, адамдардың тәңірінен, Құдайынан пана тілеймін деп айт дейді. Яғни 3 рет сыйын дейді. 3 рет сыйын, пана сұра дейді. Аъуду, пана тілеймін. Би рабби, мәлики, илахи нас деп. Адамдардың Раббысынан, адамдардың патшасынан, адамдардың тәңіріне деп 3 рет Аллаға сыйын дейді. 3 рет сыйын дейді. Неден? Мин шаррил васвасил ханнас. Васвасил ханнас. Ханнас деген шайтанның аты. Сондай бір васвас қылатын, азғыратын ханнастың кесірінен 3 рет Аллаға сыйын дейді. Аллази юсвису фи судурин нас. Ол ханнас деген шайтан не істейді сонда азғырған кезде? Аллази, сондай юсвису фи судурин нас, адамдардың көкейіне жаман ой салып азғырады дейді. Минал джиннати уан нас. Енді шайтан, жын деген нәрсе ол тек қана жыннан ғана болмайды екен. Жаңағы азғыратын, адамның көкейіне жаман ой салып, сені жамандыққа шақырып, күнәға итермелеп, арақ ішсеңші, жаңағы зина жасасаңшы, өтірік айтсаңшы деген сияқты күнәнің түрі көп қой. Сол жаман жолға уасуас қылып, жаман ой салып азғыратын шайтан деген нәрсе ол тек қана жыннан ғана тұрмайды екен. Минал джиннати уан нас, ол жыннан да болады, және адамдардан да болады дейді. Яғни жынға біз шайтан деп айтсақ болады. Яғни жын ол шайтан, яғни азғырушы деп. Жын азғырады, және адамдарды азғырады. Яғни кейбір адамдарға ол шайтан деп айтсақ болады. Яғни достың ең жақсысы жаңағы Алланы еске түсіретін, жақсылыққа шақыратын дос дейміз ғой. Ал жамандыққа шақыратын дос ол шайтан болады екен ғой. Яғни Алла сақтасын, жаңағы арақ ішіп қайтайық, клубқа барайық, ұрлық істейік дейме, Алла сақтасын, зина жасайық, жүр қызға барайық деп жаңағы жаман күнәға қарай шақыратын адам ол шайтан болады. Ол азғырушы болады. Алла сақтасын. Сондықтан жаңағы жын деген не, шайтан деген не, осыны түсініп алуымыз керек екен. Сондықтан біз әрдайым 5 уақыт намазда болатын болсақ, оразамыз бар болатын болса, аузымызда бисмилләміз бар болатын болса, әрдайым дұғада болатын болсақ, үздіксіз әрдайымғы мұсылманның істеу керек болған дұғаларын жасап жүретін болсақ, Құран оқып жүретін болсақ, үйде Құран оқылатын болса, ол жерге жын, шайтан жоламайды. Ал енді жын бар адамдар бар, жын тиген адамдар бар, олар не істейміз дейтін болсақ, ол адам тәубеге келу керек, біз оған әрдайым Құран оқып ден салуымыз керек, ол адам күнәсін тастау керек. Жаңағы жын тиген адамдардікі жаңағы айттық қой, орынсыз сөйлей береді, Құран оқыған кезде ұйқысы келеді, есіней бастайды, күледі, түсініксіз амалдарды жасай бастайды, ол адамда жын бары болуы мүмкін. Ал ол қорқатын нәрсе емес. Сондықтан дұға жасауымыз керек. Алла Тағала баршамызды өзінің тура жолынан адастырмасын, баршамызға екі дүние жақсылығын, бақытын нәсіп етсін. Біз неге намаз оқимыз білесіздер ме? Өйткені намаз парыз. Ақимыс соля, намаз оқыңдар дейді Құранда Алла Тағала. Намаз парыз. Тура сол сияқты намазды парыз болғандығы үшін оқып жүрген болатын болсақ, ілім алуда, оқуда, ізденуде, білім алуда ол парыз екен. Ілім алуда парыз. Ілім алмасаң болмайды. Ілім алу күнә болуы мүмкін. Ал-илму фаридатун аля кулли муслимин ва аля кулли муслиматин. Ілім алу әрбір еркекке, әрбір әйелге парыз дейді. Енді бұл жерде илм деген кезде, ілім деген кезде қандай ілім? Тек қана діни білімді алу керек па? Тек қана жаңағы елдің барлығы молда болып кетіп, имам болып кету керек па дейтін болсақ, жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи деген кезде ілім деп айтты. Діни ілім не дүниеви ілім деп бөлген жоқ дейді. Яғни қараңызшы, физиканы оқысаң да, химияны оқысаң да, биологияны оқысаң да, немесе жаңағы
айтиді оқысын ба, есепті оқисын ба, кез келген дүнияви ілімді және діни ілімді оқу міндетті болады. Бірақ тек қана діни оқып, тек қана дүнияви жолмен кетуге болмайды. Екеуін қатар алу керек. Екеуін қатар алып жүру керек екен. Құс бір қанатымен ұша алмайды ғой. Екі қанатпен ұшады құс. Сол сияқты дүниеңді де, діни біліміңді де алып жүру керек екенсің. Әркім өз деңгейінде. Біз көптеген жерге барып Құран оқыған кезде, мысалы әкесіне Құран оқытады көптеген кісілер, жаңа қайтыс болған кісілерге Құран бағыштап жатады, 7 жылдығын 40-ын беріп жатады. Сол кезде мен Құран оқыған кезде, Құран оқып болғаннан кейін мен бүйтіп сұрайтынмын. Мен жаңа Құран оқыдым. Мысалы Фатиха сүресін оқыдым. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Амин. Фатиха сүресін баршамыз білеміз. Сондай-ақ имам кісілер әртүрлі жаңағы садақаға барып не істейді, Құран оқиды. Сол кезде ол халыққа Құран оқып берген кезде ол халықтың көпшілігі Құранның мағынасын түсінбейді. Өйткені ол арабша. Сол кезде мен айтатынмын, сіздер мен жаңа Құран оқыдым, соның мағынасын білесіздер ме деп сұрайтынмын. Мағынасын білесіздер ме? Мен көбісі білмейді. Білмейді десе де болады. Және бір қызығы, намаз оқып жүргендердің көпшілігі білмейді. Өйткені бұл діни білімнің сауаттылығы өте төмен. Яғни арабшасымен емес, кириллица, яғни қазақшасымен Құрандарды жаттап алған кісілер көп. Немесе арабшасымен жаттаған күннің өзінде де оның мағынасын түсінбеуі мүмкін. Әлбетте әр қайсысы өзінің шамасы келгенше үйренген. Бірақ айтайын дегенім, біз Құранның мағынасын түсінуге әрекет жасауымыз керек. Өйткені Құран не үшін түсті? Және Құранда не айтылды? Құран кімге қатысты? Дейтін болсақ, Құран мұсылманға түсті. Яғни пайғамбарымызға түсті, пайғамбарымыз арқылы мұсылмандарға жетті. Яғни біз айтамыз ғой, бір мемлекеттің конституциясы деп, яғни мемлекеттің ішіндегі ережелер бар, заң бар. Тура сол сияқты мұсылманның өмір сүру заңдылығы. Мен мұсылманмын, Аллаға сенем, оның елшісіне сенем, оның кітабына сенем, өлгеннен кейін қайта тірілетіндігіне сенем. Яғни өзімді мұсылманмын деп есептейтін адам болатын болса, мұсылманның өмір сүру қағидасы. Құранды оқысақ, Құранның ішінде барлығы бар. 25 пайғамбардың өмірбаянын бізге үлгі ретінде келтірген. Біз адамдарға дінді жеткізу барысында неше түрлі қиындықтар, неше түрлі кедергілер болады. Мысалы, ілім алу парыз дедік. Ілім алу парыз. Кітап оқу керекпіз. Іздену керекпіз. Сұраққа жауап іздеу керекпіз. Ал енді осы ілім алғаннан кейін оны басқаларға жеткізу деген нәрсе бар. Мысалы, сіз намаз оқып жүрсіз, намаздың парыз екенін білдіңіз, енді қасыңыздағы досыңызға, не жақыныңызға намаз оқы деп айту міндет болады. Яғни жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару мұсылманның және бір парызы. Намаз оқу парыз болатын болса, ілім алу парыз болатын болса, тура сол сияқты тағы да парыз нәрсе бар, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Енді парыз деп айтып жатырмыз. Парыз деген не? Парыз дегеніміз Алланың міндеттеген, Алла тағаланың құлдарына жүктеген нәрсесі. Істесең сауап болады, істемесең күнә болады. Біз намаз оқымасақ күнә болады, Алла сақтасын, дозаққа түсіп кетуі мүмкінбіз. Өйткені парызды тастадық, Алланың бұйрығына қарсы шықтық. Намаз оқымағандар дозаққа түседі. Құранда мә салакакум фис-сақар қалу ләм наку минал мусаллин. Сендердің дозаққа түсулеріңе не себеп болды деп дозақтағы періштелер дозаққа түскендерден сұраған кезде, қалу, олар айтады дейді, ләм наку минал мусаллин. Біз намаз оқымайтын едік, намаз оқымайтындардан едік дейді. Яғни намазды тәрк ету, намаз оқымау, Алла сақтасын, дозаққа түсу қаупі бар екен. Сондықтан намаз парыз, әрбір мұсылманға, бәлиғат жасқа толған, ақыл есі дұрыс адамға намаз оқу
парыз болады. Күнде 5 уақыт намаз оқу. Енді осы намаз парыз екен ғой деп Алладан қорқып, Аллаға итағат етіп, Аллаға бойсынып намаз оқып жүрген болатын болсақ, намаз не үшін оқисың деген сұраққа ол намаз парыз ғой деп айтатын болсаңыз, ілім алу да парыз. Тура сол сияқты. Ілім алу да парыз. Кітап оқыңыз, ізденіңіз, Құран үйреніңіз, оның мағынасын түсінуге тырысыңыз. Тура сол сияқты жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару да парыз. Сіз намаз оқып жүріп, мешітке барып жүріп, мен мұсылманмын деп Алланың бұйрықтарын шамаңыз келгенше орындап жүрген болсаңыз, соны қасыңыздағы достарыңызға, туыс туғандарыңызға, жақындарыңызға да айту парыз болады. Айту парыз. Айтпасаңыз, Алла сақтасын, күнә болады. Мысалы, сіздің ініңіз бар, туысыңыз бар, жақыныңыз бар, досыңыз бар, ол арақ ішеді, ол ұрлық жасайды, ол жаңағы күнә жасауы мүмкін. Сіз оған арақ ішпе, арақтың зияндығын айтуыңыз керек. Арақ ішпе деп айтуыңыз керек. Әке шешеңе жақсылық жаса деп айту керексіз. Ешқандай адам баласына зиян тигізбеу керекпіз деп айту керексіз. Неге? Өйткені пайғамбарымыз не деді? Мұсылман деген кім деген кезде тілімен де, қолымен де ешкімге зиян тигізбеген адам дейді. Өтірік сөйлеме, ғайбат айтпа, өсек айтпа, біреуге жала жаппа деген сияқты. Былайша айтқан кезде жақсылыққа шақыру және жамандық күнәдан, жаман істерден тыю әрбір мұсылманға парыз. Тек қана имамдардың, немесе медресе оқыған, университет оқыған дін адамдарының істейтін жұмысы емес. Тек қана әрбір мұсылман жақсылыққа шақыру керек. Әрбір мұсылман жамандықтан қайтару керек. Мен де, сіз де, ол да барлығымыз әке шеше бала шағасына үйрету керек, достарына үйрету керек, жақындарына үйрету керек. Сондықтан осының барлығын біз ескеріп, өмір сүріп жүрген ортамызға, адамзат баласына пайдалы болсын деп жақсылықпен не істеуіміз керек? Жарысуымыз керек. Алла Тағала баршамызға екі дүние жақсылығын, екі дүние бақытын нәсіп етсін. Біздің күнәміз көп. Біздің күнә қателіктеріміз өте көп. Субханалла. Қателеспейтін, кемшілігі жоқ, ол тек қана әлемдердің Раббысы болған Алла ғана. Алла Субханаһу ва Тағала бізді жоқтан бар етіп жаратты. Қаншама шексіз нығметтерді бізге берді. Жоқтан бар етіп жаратқандығысы бар. Дүниеге әкелгеннен кейін бізге 12 мүшемізді сау етіп, және осы күнделікті жұтқан ауамыз, күнделікті ішіп жеп жатқан тамақтарымыздың санын есептейтін болсақ, оны бір Алла біледі. Оның құнын қаншалықты екендігін біз біле бермейміз. Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Және сөйте тұра біз күнә жасаймыз. Аллаға қарсы күнәлар істейміз. Адамның денесінде сауап жинайтын жерлері бар, және сондай-ақ сол денесімен күнә жинайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям осы адам баласы жайында, біз жайында айтқан хадисі бар. Ан Анас ибн Малик радиаллаху анху қал. Пайғамбарымыздың сахабасы Анас ибн Малик, Алла Тағала ол кісіден разы болсын, былай дейді. Қала Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі және сәлемі болсын, былай деп айтқан екен. Күллу бани адама хаттаун. Бүкіл адам баласы қателесуші. Бүкіл адам баласы қателесуші. Ва хайрул хаттаина тауабун. Және сол қателескендердің ішіндегі хайырлысы тәубеге келгендері дейді. Демек, байсың ба, кедейсің ба, білің бар ма, жоқ па, имамсың ба, имам емессің ба, еркексің ба, әйелсің ба, мейлі кім болса да, ол адам болса егер, ол қателеседі. Міндетті түрде қателеседі. Өйткені ол қателесу адамға тән қасиет екен. Алла Субханаһу ва Тағала адам баласын сондай кемшілікпен жаратқан. Бір айтқан кезде бұл өмір сынақ. Ал сынақтан біз бірде сүрінеміз, бірде өтеміз. Өлгенше осындай сынақтардан өтеміз. Бірақ біз сол қате кемшіліктерімізді түземейінше,
сол қателіктерімізді, күнәларымызды жуып өшірмейінше бізге жәннат жоқ. Бізге Алланың рахметі, Алланың мейірімі жоқ. Біз адам болған соң қателесеміз. Біз адам болған соң кемшіліксіз болмайды. Бірақ пайғамбарымыз не деп айтты? Сол қателескендердің, сол күнә жасайтындардың ішіндегі хайырлысы. Яғни бүкіл адам баласы қателеседі екен. Яғни барлығымыз күнә жасайды екенбіз. Бәрімізде кемшілік бар екен. Бірақ біздің кемшілігіміз болса да, біз қателесіп қойсақ та, біз не істеуіміз керек екен? Тәубеге келуіміз керек екен. Сол қателескендердің ішіндегі хайырлысы тәубеге келгендер деп пайғамбарымыз айтты. Біз білуіміз керек екен. Намаз оқи ма, оқымай ма, орамал таға ма, тақпай ма? Яғни тақия киіп, сақал қойып, хиджаб киіп, орамал тағып, намаз оқып, мешітке барып, медресе оқып, діни білім алып деген сияқты осы дін жолында жүрген адамдарды кейбір адамдар сен намаз оқи тұра солай осындай нәрсе істейсің ба деп айтып жатады. Сын пікір айтылады. Дұрыс, айтқан сыны дұрыс, бірақ біз бірінші орында ол адам екенін түсінуіміз керек. Ал адам болғаннан кейін ол қателеседі. Адам болғаннан кейін қазақ айтқандай жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Ол адам, ол қателеседі. Бірақ сол қателескен кезде, бірақ біз сол күнә жасап қойған кезде біздің ескеруіміз керек болған, біздің білуіміз керек болған нәрсе міндетті түрде дереу тәубеге келуіміз керек. Яғни істеген қате кемшіліктеріміз үшін, істеген күнәміз үшін өкініп, Алладан кешірім сұрап, және сол істеген қателігімізді екінші рет істемеуге тырысуымыз керек. Осылай істеген қателіктеріміздің соңын тәубемен өшіруіміз керек екен. Ал адам болған соң міндетті түрде өлілгенше бірде сүрінесің, бірде басыңды тауға да тасқа да соғасың, әрдайым 5 уақыт намазында 5 рет Аллаға маңдайыңды сәждеге қойып Алладан кешірім сұрайсың. Осылай үздіксіз Аллаға 5 уақыт намазыңмен құлшылық жасайсың. Рамазандағы 1 ай оразаңда тәубеге келесің. Осылайша Аллаға әрдайым құлшылық жасап, Аллах Тағалаға әрдайым жалбарынып, истиғфар айтуымыз керек, Алла Тағаланы пәктеуіміз керек. Біздің қоғамда өзін мұсылманмын деп есептейтін адамдар көп. Айналамызда өзін мұсылманмын деп есептейтін адамдар көп. Яғни Аллаға сенем, Құдайға сенем. Енді мұсылманбыз ғой, мұсылманның баласымыз, ата-бабамыз мұсылман болған дейді, болды. Яғни тілмен мұсылман деген бар екен да. Өкінішке орай, тілмен мұсылман. Яғни тілмен ғана мұсылман. Бірақ оның бойынан мұсылманның сипаты, мұсылманның бойынан негізгі табылу керек болған сипаттары жоқ. Яғни біз Аллаға сенем деген сөзбен, немесе Аллаға деген сеніммен ғана, сеніммен, Құдайға сенем деген сөзбен ғана Аллахтың азабынан, Аллахтың ашуынан құтылып кете алмаймыз. Яғни мен Құдайға сенем, Құранға сенем, қияметке сенем, ертең жәннат бар, дозақ бар, өлгеннен кейін қайдан тірілеміз, барлығына сенем, періштелер бар деп. Яғни мұсылман болудың шарттары барлығы орындалды. Аллаға сенем, періштелерге сенем, пайғамбарларына сенем, кітаптарға сенем, тағдырға сенем, яғни жақсылықта жамандықта Алладан екендігіне сенем, өлгеннен кейін қайта тірілетіндігімізге сенем, ертең жәннат пен дозақтың бар екендігіне сенем, қыл көпірдің бар екендігіне сенем, таразының бар екендігіне сенем. Барлығына сенеді. Иә, сенеміз ғой, ешкім Құдай жоқ деп тұрған жоқ. Құдайға сенбеймін деп жүрген жоқпыз. Енді уақыты келген кезде намаз оқимыз ғой, уақыты келген кезде орамал тағамыз ғой, уақыты келген кезде мешітке барамыз ғой деп жүрген кісілер көп. Бір айтқан кезде тек қана біздің қоғамда осы тек қана Құдайға сенемін деген сөзбен ғана шектеліп жүрген адамдар көп. Яғни біздің білуіміз керек болған нәрсе, Құдайға сенемін деген сөзбен, немесе Құдайға тек қана сенумен ғана Аллахтың азабынан, Аллахтың ашуынан құтылып кете алмайды екенбіз. Өйткені өзіміздің жаттаған сүремізде, Құранда Алла Тағала айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Иллаллазина аману, Аллаға иман келтіргендер. Ва амилас салихат, және ізгі амал жасағандар дейді. Басқан кезде осы екі сөзді айтады. Иллаллазина аману ва амилас салихат. Кімде-кім Аллаға иман келтірсе, уа және уа амилас салихат, ізгі амалдар жасаса дейді. Яғни бұл жерде білуіміз керек болған нәрсе, Құдайға иман келтірумен ғана құтыламайды екенбіз. Алла тағала құтылушылардың, яғни құтылу деген кезде Аллахтың мейіріміне, рахметіне бөленетіндер, және ертең Аллахтың дозағынан, Аллахтың азабынан құтылатындардың сипаты Аллаға иман келтіреді де, және Аллаға бойсынады. Яғни уа амилас салихат, ізгі амалдар жасайды. Ізгі амал дегеніміз Құдайға бойсыну, Құдайдың айтқанын істеу. Басқан кезде Аллаға сенем, бірақ Алланың айтқанын істемеймін десек, намаз оқымаймын, намаз оқы деді, бірақ намаз оқымаймын, ораза ұста деді, бірақ ораза ұстамаймын дейтін болса, бұл ізгі амалдардың қатарына кірмейді. Сондықтан Аллаға сенем дейтін болсақ, Құдайға сенем дейтін болсақ, сол сенетін Құдайының айтқанын орында. Сонда ғана Алланың рахметіне бөленеді екенбіз. Құдайға бойсыну керек екенбіз. Сәмиәна уа атаана, естідім, бойсындым. Естідім, бойсындым. Алла айтты ма? Иә, онда істеймін. Бұл Алланың бұйрығы ма? Иә, онда істеймін. Бұны Алла тағала тиді ма? Иә, онда істемеймін. Алла тағала ішпе деді ма? Ішпеймін. Жеме деді ма? Жемеймін. Істеме деді ма? Істемеймін. Нені бұйырса, соны істеуіміз керек. Неден тыйған болатын болса, содан тыйылуымыз керек. Біз егерде осылай істейтін болсақ, бұның барлығы бізге пайдалы. Адам болған, пенде болған бізге пайдалы. Алла тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Бұл Аллаға керек емес. Бұл бізге керек нәрсе. Біз қашан Алланың айтқанын істеп, қашан Алланың тыйған тыйымдарынан тыйылатын болсақ, біздің өмірімізге, екі дүниемізге де қайырлы. Сонда біз бақытты бола алады екенбіз. Енді жер бетінде 7 миллиардқа жуық адам болатын болса, соның барлығы қателесетін болса, мұсылман да қателеседі, намаз оқыса да қателеседі, кәпір де қателеседі. Ол имам болса да, мейлі кім болса да, бай болса да, кедей болса да, еркек әйел болса да, бәрібір де қанша ғалым болса да, ол қателеседі екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, сол қателескендердің ішіндегі ең қайырлысы тәубеге келгендер дейді. Біз кез келген уақытта, қашан болсын, мейлі қашан болсын, қателесіп қалсақ, күнә жасап қойсақ, көзбен жаман нәрсе көрсек, аузымызбен жаман сөздер айтып қойған болсақ, қолымызбен, аяғымызбен жаман нәрсе істеген болсақ, Алла сақтасын, біз міндетті түрде тәубеге келуіміз керек екен. Егерде тәубеге келмейтін болсақ, күнәміз бізді өмірімізде, екі дүниеде де бізді азап қалып келеді, бақытсыздық қалып келеді. Өйткені Алланың алдында Алланың айтқанын істемей, Алланың бұйрықтарын орындамай тастап қою, және Аллахтың тыйған тыйымдарынан тыйылмау, бұл күнә. Осы күнәні істеген кезде біз міндетті түрде Аллаға бірден тәубеге келіп, Алла кешірші, білмегендіктен және нәпсіге ергендіктен, жалқаулықтан осындай қателіктер жасадым, Аллахым күнәмді кешір деп бірден қолымызды көтеріп Аллаға тәубе жасап кешірім сұрауымыз керек, истихфар айтуымыз керек. Астағфирулла, астағфирулла деп. Енді істеген күнә қателіктеріміздің жойылуы үшін жасайтын дұғалардың түрі көп. Ең бірінші жаңағы Алла тағала өзі Құранда үйретеді. Құранда көптеген дұғалар бар. Құранда сізбенен біздің білуіміз керек болған 25 пайғамбардың өмір баянын Алла тағала келтіреді. Құран Алланың кітабы, Құран Алланың сөзі. Біздің қоғамда айналамызда көріп жүрген достарымыз бар, көптеген адамдар бар, ауылдастарымыз бар. Көпшілігі өзін мұсылманмын деп есептейді, Құдайға сенем дейді. Бірақ сол өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, немесе өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Мұсылмансыз ба десеңіз, мұсылманмын деп айтады. Білетіндері альхамдулилля мұсылманмын деп айтады, яғни Аллаға шүкір мұсылманмын дейді. Жақсы, олай болса сіз мұсылман болатын болсаңыз, пайғамбарыңыз кім? Мұхаммед. Жақсы, онда сол Мұхаммед пайғамбардың өмір баянын айтып беріңізші, ол кісі қандай кісі болған, отбасылық өмірде қандай болған, достарымен қандай болған, өмір баянын айтып беріңізші. 63 жыл
өмір сүрген болатын болса, қай жерде туылды, қай жерде қайтыс болды, қалай болды, бүкіл өмірінде, яғни бір адамның өмірі, ол адам болған кезде ол Алланың ең сүйікті құлы пайғамбар, ақыр заман пайғамбары. Сол пайғамбарым деп айтып тұрсыз, менің пайғамбарым деп. Сіз пайғамбарым Мұхаммед дейтін болсаңыз, сол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмір баянын айтып беріңізші деп жаңағы кісіге айтсаңыз, ол кісі білмеуі мүмкін да. Оқымаған және естімеген. Жақсы, сіздің дініңіз не? Ислам деп айтады. Ислам жайында айтып беріңізші десеңіз, о да ислам дінінің парыздары жайында, ислам дінінің артықшылығы жайында, оның тарихы жайында, оның басқа діндерден қарағанда айырмашылығы және оның хақ діні екендігі жайында басқаларға дәлелдеп бере ала ма? Айтып бере ала ма осы нәрселерді? Құран, кітабыңыз не деген кезде кітабым Құран деп айтады. Құранның ішінде не айтылған? Құранның ішінде жалпы не жазылған? Қандай нәрселерді айтады? Алла тағала бізге нені бұйырады? Деп сұрақ қойсаңыз, ол кісі мен Құран оқып көрген жоқпын, Құранның ішінде не айтылғанын білмеймін деуі мүмкін да. Немесе ол кісі 3-4 сүре, 10 шақты сүре жатқа білуі мүмкін, намаз оқитын адам болуы мүмкін, бірақ бәрібір де сол оқып жүрген сүресінің, намаздағы сүрелерінің мағынасын білмеу мүмкін, және оның тәпсірін, түсініктемесін оқып көрмеген болуы мүмкін. Осындай адамдар көп. Осындай адамдар айналамызда көп. Енді қараңыз, бұл біз үшін үлкен кемшілік. Өте үлкен кемшілік. Қасиетті кітап Алланың сөзі болған, Алланың кітабы болған Құранды оқитын болсақ, Құранда бізге үлгі ретінде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан бұрынғы пайғамбарлар көп болған. Сол пайғамбарлардың өмір баянын бізге үлгі болсын деп, соны оқып, соны естіп, ол кісілер қалай құлшылық жасады, ол кісілер адамдарға дінді қалай жеткізді, ол кісілер адамдармен қалай қарым-қатынас жасап, қалай дінді дұрыс жеткізіп, өмірде қандай қиыншылықтардан өткен деп, сол кісілердің өмірбаянын оқу арқылы үлгі алсын деп бізге 25 пайғамбардың өмір баяндарын бізге қисса ретінде оқиғаларын бізге жеткізген. Мен сіздерге айтайын, Құранда сол пайғамбарлардың жасаған дұғалары бар. Соның ішінде Юнус деген пайғамбар бар. Мысалы, Нұх пайғамбарды білеміз. Нұх пайғамбар 950 жыл адамдарға дінді жеткізу үшін, Алланың бұйрығын жеткізу үшін, дінді жеткізу үшін уағыз айтты. 950 жыл уағыз айтқан кезде көпшілігі Нұх пайғамбардың сөзін тыңдамай қашатын еді. Оны Құранда Нұх деген сүреде баяндайды. Сондай-ақ Ибрахим деген пайғамбар болды. Әкесі кәпір болды. Әкесі тасқа сыйынатын еді. Сол әкесіне я әбәти, ла та'абуди шайтан. Әкешім, әке демейді. Я әбәти, әкешім менің. Ла та'абуди шайтан. Шайтанға табынбашы, бұл тасқа табынбашы, бұл Құдай емес қой. Инна шайтана кана лиррахмани асия. Расында шайтан мейірімді Алла тағалаға қарсы шыққан. Ал сен шайтанның досы болма, әкетайым менің деп жұмсақ түрде дінді жеткізген болатын. Иса пайғамбардың өмір баянын келтірген. Жүсіп пайғамбардың өмір баянын келтірген. Мұса пайғамбардың, осылайша 25 пайғамбардың өмір баянын бізге мысал ретінде келтірген болатын. Соны оқып біз пайғамбарлардың өмірінен үлгі алуымыз керек. Ол кісілер Құдайға қалай құлшылық жасады, ол кісілер дінді адамдарға қалай жеткізді, қандай қиыншылықтардан өтті. Біз соны оқу арқылы үлгі алуымыз керек екен. Соның біреусі Юнус деген пайғамбар. Бұл пайғамбардың өмір баянын қысқа нұсқа айтатын болсақ, Алланың оған сәлемі болсын. Мысалы, Алла тағала бір пайғамбарларды
дінді жеткіз деп белгілі бір қауымға, белгілі бір мекенге жіберген кезде қарсы шыққандар көп болды. Нұх пайғамбар уағыз айтқан кезде қарсы шыққандар болды, ал дінге келгендер, Құдайға иман келтіргендердің саны аз болды. Мұса пайғамбарды әнә раббукумул а'ла, мен Құдаймын деп айтқан бір патша болған, Перғауын деген. Оның денесі әлі күнге дейін бар. Мен Құдаймын деп айтқан ғой. Ал Юнус пайғамбардың қауымы бір ауыл түгелдей барлығы не істеген? Барлығы Юнус пайғамбардың алып келген дініне иман келтірген екен. Былайша айтқан кезде Юнус пайғамбардың ғана қауымы барлығы иман келтіріп тәубеге келген екен. Басқа ешқандай пайғамбардың қауымы барлығы иман келтірмеген. Ал түгелдей иман келтірген қауым Юнус пайғамбардың қауымы екен. Бұл Юнус пайғамбардың оқиғасын қысқаша айтсақ, Юнус алейхиссалам өзінің қауымына, ауылдастарынан дінді жеткізеді. Мен пайғамбармын, Алладан басқа Құдай жоқ деп айтыңдар, Алладан басқа нәрсеге сыйынбаңдар, тасқа сыйынбаңдар, Алладан басқа нәрсеге құлшылық жасамаңдар деп, мен пайғамбармын, ертең өлгеннен кейін қайта тірілесіңдер, ертең жәннат деген нәрсе бар, дозақ деген нәрсе бар, Алла тағала істеген әрбір ісіміз үшін есеп алады деп дінді жеткізеді, уағыздайды. Сол кезде басында не істейді екен қауымы? Сен адасқансың дейді. Осылайша қарсы шығады, мойындамайды. Юнус алейхиссаламның әр түрлі жолдармен уағыз айтады. Бірақ Юнус алейхиссаламды тыңдамайды. Юнус алейхиссалам өзінің қауымына ренжиді. Ренжиді де ескерту жасайды. Егер де сендер менің алып келген дініме кірмейтін болсаңдар, менің сөзіме сенбейтін болсаңдар, Аллаға тәубеге келіп, істеген күнә қателіктерің үшін кешірім сұрап, дереу тәубеге келмейтін болсаңдар, Алла тағала сендерге азап жібереді. Алла тағала сендерді азаптайды деп ескертеді. Сөйтеді де Юнус алейхиссалам ол ауылын тастап басқа жаққа кетіп қалады. Сөйтеді де теңіздің жағасында жүргелі тұрған қайыққа, кемеге отырады да кетіп қалады. Қауымын тастап кетіп қалады. Юнус алейхиссалам жолға шыққаннан кейін сол кемедегі адамдармен бірге бір дауылға тап болады. Кеме қатты шайқалады. Кеме қатты шайқалып, төбесіне қара бұлт үйіріліп, сөйтеді де кеменің үстіндегі адамдар ақыры біздің адам саны көп, кеменің үстіндегі адамдардың саны көп, біз арамыздағы біреуі суға қарай секірсін дейді. Сөйтеді де олар жеребе тастайды. Жеребе кімге түсетін болса, сол қайықтан суға қарай секіру керек дейді. Әйтпесе бәріміз өлеміз дейді. Бәріміз үшін біреуі құрбан болу керек деп шешеді. Сөйтеді Юнус пайғамбар бар, және қасында адамдар бар. Сөйтеді жеребе тастайды, бірақ жеребе қайта Юнус пайғамбарға түседі екен. Бір рет емес, екі рет емес, үш рет емес, қайта Юнус пайғамбарға түскеннен кейін адамдар таң қалып, бұл қалай болғаны? Юнус арамыздағы ең тақуасы, ең мейірімді адам ғой, бұл жақсы адам ғой, бұл қалай болғаны дейді. Сөйтеді Юнус алейхиссалам өзі түсінеді бұның барлығы не үшін болып жатқандығын. Сөйтеді де қайықтан теңізге қарай секіреді. Ал Алла тағала бүкіл әлемдің Раббысы болған, бүкіл әлемді жоқтан бар етіп жаратқан Алла тағала, адамдардың Раббысы, жануарлардың Раббысы, періштелер мен жындардың Раббысы, жердің үстіндегі және судың астындағы бүкіл жаратылысты жоқтан бар етіп жаратқан Алла тағала. Юнус алейхиссалам қайықтан теңізге секірген кезде
кит үлкен балық келіп Юнус алейхиссаламды жұтып қояды. Юнус алейхиссаламды кеме жұтып қояды. Юнус алейхиссаламды кеме жұтып қояды. Сөйтеді де теңіздің ең түбіне кетіп қалады. Ойлаңыздар. Өте қорқынышты нәрсе, теңіз ол. Теңіздің ең түбіне барады. Юнус алейхиссалам киттің, балықтың ішінде, және оның сыртында су. Сөйтеді де Юнус алейхиссалам о жерде қаншама күн болады. Юнус алейхиссалам бұның барлығын не үшін болып жатқандығын түсінеді де Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген дұғаны жасайды. Бұл Юнус алейхиссаламның Аллаға жасаған дұғасы. Ла илаха илля анта. Ешқандай да құдай жоқ, илля анта, тек қана сеннен басқа. Сеннен басқа ешқандай да құдай жоқ. Субханака, расында сен пәксің, расында сен кемшіліктерден тазасың. Инни кунту миназ залимин. Ал расында мен өзіме зұлымдық жасағандардан болдым дейді. Яғни бұл Юнус алейхиссаламның жасаған дұғасы. Ол өзінің жіберген қате кемшіліктерін түсінді. Бұның барлығы Аллаға қателесіп кемшілік жасағаннан болып жатқандығын түсінді. Өйткені Юнус алейхиссалам өзінің қауымын тастап кетіп қалды. Яғни асығыс шешім қабылдады. Сөйтті де теңізге шықты қайықпен. Сол кезде дауыл тұрды. Сөйтті де ол қайықтан теңізге қарай секірген кезде кит жұтып алып кетті. Қаншама күн сол балықтың ішінде, киттің ішінде, теңіздің түбінде болды. Қараңғы. Сөйтті де ол түсінді. Аллаға тәубе етіп, Алладан кешірім сұрап, сәждеге жатып, басын маңдайын сәждеге қойып, тұрмай тек қана осы дұғаны жасаған екен. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Осы дұғаны жаттап алыңыздар. Жаттап алайық. Расында сеннен басқа ешбір тәңір жоқ. Расында сен пәксің, және мен өзіме зұлымдық жасағандардан болдым дейді. Бұл жерде құрметті бауырлар, қараңыздар. Инни кунту миназ залимин деп айтты. Расында мен өзіме зұлымдық жасағандардан болдым дейді. Қараңызшы, демек сіз және біз адам баласы күнә жасайтын болсақ, біз адам баласы қателесетін болсақ, Алланың алдында бір күнә жасайтын болсақ, ол күнәнің зардабын тек қана өзіміз көреміз. Алла көрмейді, Аллах тағала мұқтаж емес. Аллаға намаз оқисың ба, намаз оқымайсың ба, Аллаға құлшылық жасайсың ба, жасамайсың ба, мешітке барасың ба, бармайсың ба, Құран оқисың ба, оқымайсың ба, орамал тағасың ба, тақпайсың. Бұның барлығы өзімізге керек нәрселер болды. Пайдасы өзімізге, зияны да өзімізге. Соны Юнус алейхиссалам инни кунту миназ залимин. Расында мен зұлымдық жасап қойғандардан болдым дейді. Яғни асығыс шешім шығарды, сабырсыздық танытты. Сөйтті де өзінің қауымын тастап кетіп қалды. Сөйтті де ол не деп айтып тұр? Сол ісін зұлымдық жасағандардан болдым дейді. Яғни кемшілікті өзінен көріп тұр. Бұл менің кемшілігім, мен қателік жасадым. Я Аллахым, сен пәксің, күнәмді кешір деген сөз ғой. Сондықтан иншалла осы дұғаны жаттап алайық. Әрдайым Аллаға тәубеге келуіміз керек. Бәрібір қателесеміз, бәрібір күндердің күнде шалыс басамыз. Сондықтан иншалла әрдайым Аллаға тәубе етіп дұға жасауымыз керек. Алла субханаһу ва тағала ар-рахман ар-рахим, аса қамқор, ерекше мейірімді. Әл-ғафурун, және ол аса кешірімді. Ат-тауабун, тәубелерді қабыл етуші.
Сондықтан істеген қате кемшіліктеріміздің зардабын шеккіміз келмейтін болса, Аллаға тәубеге келуіміз керек. Алладан кешірім сұрауымыз керек. Алла субханаху тағала баршамыздың күнә қателіктерімізді кешірсін. Әрдайым дұға жасайық. Аузымыздан пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам жаным қолында болған Аллахтың атымен ант етемін дейді. Мен расында күніге 70 мәрте, 70-тен аса 100 мәрте истиғфар айтамын және Аллаға тәубе етемін дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп, яғни Алладан кешірім сұраймын деп, Алладан кешірім сұрап 100 мәрте айтамын дейді. Күнәсі жоқ пайғамбар. Ал сіз бен біздің күнәміздің қаншалықты деңгейде екенін бір ғана Құдай біледі. Әлбетте біз әрдайым Алладан кешірім сұрауымыз керек. Құрметті бауырлар, сондықтан біз қандай да бір уағыз тыңдаған кезде, қандай да бір ілім алған кезде соны бойымызға сіңіруге тырысуымыз керек. Яғни құр телефоннан, интернеттен, әлеуметтік желіден немесе мешітке барған кезде, ұстаздарымыздан, кітаптардан білім алған кезде ешқандай да бір өзгеріссіз таңды атқызып, кешті батқыза бермейік. Яғни ешқандай да өзгеріс жоқ болып. Сондықтан да біз аз болса да оқыған ілімімізге, тыңдаған ілімімізге әрекет жасауға, амал жасауға тырысуымыз керек. Сондықтан Алла субханаху тағала баршамызға пайдалы ілім нәсіп етсін, сол ілімге сай амал жасауды нәсіп етсін, және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Я муқаллибал қулуби саббит қалби аля диник ва аля таатик. Құрметті бауырлар, күндердің күнінде қасымыздағы, жанымыздағы жүрген ең жақын адамдарымыз, әкеміз бен анамыз дүниеден өтеді. Қазіргі кезде біз әкеміз бен анамыздың алақанын ұстап, бізге жасап берген тамағын жеп, бізге сатып алып берген киімдерін киіп, күніге үйге келген кезде ата-анамыздың жүзін көріп, күніге күліп ойнап, ештеңені сезбей жүрміз. Бірақ еш нәрсе мәңгі емес. Күндердің күнінде, мүмкін ертең ба, мүмкін бүгін ба, бірақ бәрібір де бұл ащы болса да ақиқат, әкемізден, анамыздан айырылып қаламыз, құрметті бауырлар. Біз қаншама қайтыс болған адамдарды жерледік. Қаншама кісілердің жаназасын оқыдық. Субханалла, өлген адамды көрген болсаңыздар, өлген адамды көзбен көрген болсаңыздар, қолмен ұстап көрген болсаңыздар, субханалла, адамның денесінен жаны шығып кеткеннен кейін ол адам сұп-суық болады. Ол адам сұп-суық болып қалады. Өйткені денесінде қан айналым болмайды. Әкесі қайтыс болса, артында қалған бала-шағасы, яғни ұлы жуу керек. Анасы қайтыс болған болса, артында қалған қызы жуу керек. Қайтыс болған адамның денесін біз мұсылманшылықта, исламда оны жуамыз. Басынан аяғына дейін түгелдей жуып шығамыз. Сөйтеміз де оны әппақ матаға, кебінге киіндіреміз. Сөйтеміз де әл-инсану, адам деген фауқал тураб, тахтал тураб, минат тураб деген екен. Яғни адам деген ол топырақтың үстінде және топырақтың астында. Және өзі топырақтан деген екен.
Қысқа нұсқа адам деген не нәрсе деген кезде қысқа нұсқа осындай түсініктеме берген екен ғой. Біз қазір топырақтың үстінде жүрміз. Сіз де мен де бәріміз жер басып жүрміз. Яғни топырақтың үстінде жүрміз. Ертең топырақтың астына барамыз. Және өзіміз топырақтан жаратылғанбыз. Алла субханаху ва тағала адамды топырақтан жаратты. Яғни өлгеннен кейін бәріміз топыраққа барамыз, және ертең топыраққа айналып жоқ болып кетеміз болды. Өйткені біздің түбіміз топырақтан. Күнделікті көріп жүрген біздің осы жалған өмірге, осы жарық дүниеге келуімізге себепкер болған, бізді кішкентай кезімізден бағып қағып өсірген, аялаған, мәпелеген, еркелеткен, тәтті алып берген, сен ауырсаң бірге қиналған, маңдайынан иіскеп, аялап мәпелеп, құлыным, айналайын жаным менің, балам менің, ұлым, қызым, періштем деп, бүкіл жақсы, ыстық сөзін, тәтті сөздерін, мейірімін, махаббатын, жылуын, құшағын бізге арнады. Субханалла. Кірпі баласын жұмсағым дер, қарға баласын әппағым дер дейді ғой. Субханалла. Біз жақсы болсақ та, жаман болсақ та, әке шешеміз біз үшін тұрады. Біз жақсы болсақ та, жаман болсақ та, ұлым, саған ренжімеймін, сен менің баламсың. Қызым, сен менің жалғызымсың. Мен саған неге ренжимін, мен сені кешіремін дейді. Бірақ біз әке шешеміз үшін, ата анамыз үшін не істей алдық? Алла субханаху ва тағала Құранда «Вәлә тақул ләхум уффин» дейді. Ол екеуіне уф деп айтпа дейді. Қараңызшы. Осы аятты оқыған кезде, Алланың бұйрығын оқыған кезде, әке шешеңе уф деп айтпа дейді. Қараңызшы. Бірақ мен және сіз және біздің қоғамда осы біздер әке шешемізге уф деп айтып көрдік па? Алла тағала әке шешеңе уф деп айтпа дейді. Бұл Алла тағаланың бұйрығы. Егерде біз әке шешемізге уф дейтін болсақ, уф деген сөз, мысалы, анаңыз немесе әкеңіз сізді магазинге, яғни дүкенге жіберді, базарға жіберді, немесе бір көмектесші деп сізді бір жерге жұмсады. Сол кезде фуй деп, фуй папа, фуй мама деп жаңағы күрсініп, фуй деп, уф деп айтамыз ғой, астағфирулла. Осыны айтып жатыр. Яғни әкеміз, анамыз бізге бір нәрсе деген кезде, бізге бір нәрсе істе деген кезде, немесе бізге қандай да бір қарым-қатынас жасаған кезде, әкемізге немесе анамызға кез келген уақытта біз фуй деп, уф деп айтатын болсақ, Алла тағала бұл нәрседен тыйды, біз үлкен күнә жасаған боламыз. Үлкен күнә. Алла сақтасын. Біздер жақсы білеміз. Ата-анаға қарсы шығу, ата-ананы ренжіту, ата-ананың қарғысын алу, бұл үлкен күнәлардың қатарына кіреді. Біз осындай амалдарымызбен қалай ғана жәннатқа кіргіміз келіп жүр. Біз өзімізге сұрақ қояқшы. Жәннатқа барғымыз келеді, дұрыс па? Бірақ субханалла,
Егер де біз әке-шешемізді ренжіткен болатын болсақ, әке-шешеміз бізден разы болмаған болса, біз осы жасқа келгенше, осы өмірімізде әке-шешемізді разы қылатындай бір жақсы амал жасамаған болатын болсақ, және біз жәннатқа кіргіміз келетін болса, қалай жәннатқа кіргіміз келіп жүр? Өйткені әке-шешемізді разы қыла алмадық қой. Сондай-ақ әке-шешемізді біз қаншама ренжіттік, әке-шешемізді қаншама айғайлаттық, әке-шешеміздің басын ауырттық, жүрегін ауырттық, шаршаттық, сөзін тәрк еттік, айтқанын ұқпадық. Сөйте тұрамыз да жәннатқа барғымыз келеді. Намаздарымызда «Е Аллахым, жәннатты нәсіп етші» деп қоямыз. Қалай ғана, субханалла. Ата-анамызды ренжіту бұл үлкен ауыр күнәлардың қатарына кіреді екен. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бір күні минбарға көтеріліп бара жатқан кезінде 3 рет әмин деген болатын. Минбарға шығып хутбасын айтып болғаннан кейін сахабалар қасына келіп: «Я Расулалла, е Аллахтың елшісі, сіз жаңа минбарға көтеріліп бара жатқан кезде 3 рет әмин деп айттыңыз. Оның сыры, оның себебі неде?» деген кезде, ол кезде маған Жәбірейіл періште келді. «Я Мұхаммед, сенің есімің аталған кезде кімде-кім салауат айтпаса, оның мұрны жер сүзсін және тозаққа түсіп кетсін» деді. Субханалла. Сол кезде мен әмин деп айттым дейді. Екінші, кімде-кім қасиетті Рамазан айына жете тұра ораза ұстамаса, кімде-кім қасиетті Рамазан айына аман сау жете тұра ораза ұстауға шамасы жете тұра ораза ұстамаса, оның да мұрны жер сүзсін, тозаққа түссін дейді. Сол кезде мен әмин деп айттым дейді. Үшіншісі, кімде-кімнің әке-шешесі, ата-анасы тірі бола тұра, аман есен бола тұра, сол әке-шешесінің қызметін жасап, разылығын ала алмаған адам, ол да тозаққа түсіп кетсін деді. Субханалла. Мен әмин деп айттым дейді. Құрметті бауырлар, менің әке-шешем тірі, сіздің әке-шешеңіз тірі, біздің әке-шешеміз тірі. Әкемізден, анамыздан: «Е әкеу, әкетайым менің, әкешім, сіз менен разысыз ба? Мен сізді ренжітіп қойған жоқпын ба? Мен сізді ренжіткен болсам, кешіріңізші әке. Ана, мені кешіріңізші. Мен сіздің жаман ұлыңыз болдым. Мен сізді талай рет ренжіткен қызыңыз болдым. Әкетай, анашым, сізге айғайлаған кездерім болды. Сіздің айтқан сөздеріңізді тыңдамаған кездерім болды. Сіздің жүрегіңізді ауыртқан кездерім болды. Е әкешім менің, анашым менің, кешіріңіз. Мен сіздің жақсы ұлыңыз болам, мен сіздің жақсы қызыңыз болам деп кешірім сұрап үлгеріп қалайық, құрметті бауырлар. Алла субханаху ва тағала біздің күнәмізді кешіріп, өзінің рахметіне бөлеп, ата-анамыздың разылығын алып, жәннатқа кіргіміз келетін болса, осылай істеуіміз керек. Әке-шешеміздің разылығын алуымызды баршамызға нәсіп етсін. Роббирхамхума кама роббаяни сағира. Алла субханаху ва тағала Құранда бізге осылай дуға жасауды үйретеді. Роббирхамхума, я Раббым Алла, ол екеуін рахметіңе бөлеші. Кама роббаяни сағира, мені әке-шешем кішкентай кезімде аялап, мәпелеп өсіргеніндей дейді. Яғни, мен кішкентай болған кезімде әке-шешем мені бағып, қағып өсіріп, мейіріміне бөліп, аялап өсіргеніндей, Роббирхамхума,
Сен де ол екеуін рахметіңе бөлеші. Сен де ол екеуін қартайған шағында рахметіңе бөлеп, мейіріміңе бөлеп, сүйікті құлдарың қатарына қосшы деген дұға екен. Сондықтан осы дұғаны жаттап алайық, жазып алайық. Намаздарымызда таңертең кеште әрдайым әке-шешеміз үшін дұға жасайық. Өйткені ата-анамыз біз үшін жылап Алладан дұға тілеген. Сізбенен біз өмірде жоқ кезде, «Я Алла, маған ұл нәсіп етші, я Алла, маған қыз нәсіп етші» деп Құдайдан сұраған болатын. Алла нәсіп етті. Біз осы өмірге келдік, және біз өзіміз тамақ іше алмай, өзіміз киім кие алмай, біз сүйе алмай, біз жүре алмай, кішкентай болған кезімізде, еш нәрсеге дәрменсіз болған кезімізде біздің қызметімізді жасап, астымызды жуып, боқ-сідігімізді жуып, тазалап, түн ұйқысын 4 бөліп, үйге тоқтамай жұмыс істеп әкеміз. Оны сіздер 5-ке жақсы білесіздер. Бала шағаның қадірін ата-ана болған кезде түсінесің, ал ата-ананың қадірін ата-ана болған кезде түсінесің дейді. Яғни, бала шағаның қадірін ата-ана болғанда түсінесің деген кезде, әке-шеше болған кезде баланың қадірін, кішкентайдың қадірін түсінесің. Ата-ананың қадірін ата-ана болған кезде түсінесің. Яғни, әке-шешеңнің бала үшін қалай қиыншылық көріп, қалай қиналатындығын өзіміз әке-шеше болған кезде, өзіміз ұл бағып, қыз өсірген кезде әке-шешеміздің қалай қиналғандығын түсінеміз, дейді. Құрметті бауырлар, Алла субханаху ва тағала баршамыздың күнә қателіктерімізді кешірсін. Әке-шешеміз тірі тұрған кезде ол кісілердің қызметін жасап, батасын алып, разылығын алуды нәсіп етсін. Бірақ ертеңгі сол күн келеді, әкеміз дүниеден өтеді, анамыз дүниеден өтеді, бірақ сол кезде жағдайымыз қиын болады. Бекерден бекер жылап еңіреп, көзімізден жасымыз ағып қиналып қаламыз. Ол ақиқат нәрсе. Сондықтан әкеміздің алақанын ұстап, анамыздың алақанын ұстап, оларды ренжітпей қызметін жасайық. Оларға дауыс көтермейік, айғайламайық. Өкініп қаламыз, құрметті бауырлар. Сондықтан Алла субханаху ва тағала баршамыздан разы болсын. Жоғарыдағы айтқан дұғаны жаттап алыңыздар. Оны Алла бізге үйретті. Раббирхамхума кама раббаяни сағира.